Мәтін бірінші бөлім. Баяғыда таудың қиясын мекендеген бір ерекше қасиетті ана қыран өмір сүріпті. Өзгелерге өрлігімен өнеге болған әлгі бүркіт бір жыл өмірінде бірінші рет 3 балапан басып шығарыпты. Балапандардың қанаттары қатайып, ұясынан ұшып шығуына аз уақыт қалғанда бүркіт 3 балапанын уысына қысып, теңіз төсіне алып шығыпты. Ұшып келе жатып ол өзіндік өмірге қанат қаққалы тұрған балапандарынан соңғы рет сынақ алып, былай деп сұрапты: қанаттыға қақтырмай, тұмсықтыға шоқтырмай, мәпелеп бағып қаққанымды жақсы білесіңдер. Ертең өскесін осының өтеуі ретінде маған қандай жақсылық жасайсыңдар? 2. Біріншісі айтыпты: анашым, сенің ақ сүтіңді ақтау үшін қолымнан келгеннің бәрін жасаймын. Мен сені өмір бойы қанатыма мінгізіп алып жүрем. Дүниенің 4 бұрышын түгел аралатам. Таңғажайып тамашаларды көзіңмен көретін боласың. Бүркіт басын шайқап, уысындағы балапанын теңізге тастап жіберіпті. Бірінші балапан теңіз тұңғиығына батып кете барыпты. Сосын екіншісіне бұрылып, ал сен не айтасың, депті. 3. Екіншісі айтыпты: анашым, мен сені ел аралатып босқа әуре қылмаймын. Ғаламның барлық кереметтері мен қызықтарын алдыңа әкеліп берем. Ішкенің алдыңда, ішпегенің артыңда болады. Бүркіт тағы да басын шайқап, уысын жазып жібергенде, екінші балапан да біріншісінің соңынан кете барыпты. Бүркіт үшінші балапанына бұрылып, жарықшақ толы дауыспен былай депті: ал сен мені қалай жарылқамақсың? 4. Сонда үшінші балапан былай деп үн қатыпты: анашым, өтірік қанша тәтті болса да, саған ащы ақиқатты ақтармасқа амалым жоқ. Маған жасаған жақсылықтарыңның шеті де шегі жоқ екен. Оның өтеуге менің барлық ғұмырым жетпейтінін жақсы білемін. Дегенмен менің өмірім сені әлемді аралатуға да, сан түрлі ғаламаттарды алдыңа алып келуге де арналмайтынын айтқым келеді. Мен сенің маған жасаған жақсылықтарыңның барлығын өз балапандарыма жасау үшін өмір сүретін боламын. 5. Кәрі бүркіт сонда ғана көкірек кере терең дем алып, біздің әулет аманатын алға апарар қыран деген атқа лайық бола алар ұрпақ туылғанына көзім енді жетті, деген екен. Сұраққа тоқталатын болсақ, мәтін мазмұнына алшақ сөйлемдер. Бірінші балапанына риза болыпты. 2. Ата қыран балапандарына сұрақ қойыпты. 3. Кәрі бүркіт үшінші балапанына риза болыпты. 4. Балапандарына соңғы сынақ жасапты. Бізде сұрақта мәтін мазмұнына алшақ сөйлемдер, яғни мәтін мазмұнында жоқ деген мағынаны, сол сөйлемдерді анықтау керек. Біріншісі, яғни бірінші балапанына риза болыпты. Мәтінде ол үшінші балапанына риза болған, сонда бірінші жауап дұрыс екен. Ал екіншісі, ата қыран балапандарына сұрақ қойыпты. Бұл жерде ата қыран емес, қасиетті ана қыран, мәтін бойынша. 2. Ол да дұрыс жауап, сонда 1 мен 2 дұрыс жауап. Ал 3. Кәрі бүркіт үшінші балапанына риза болыпты. Бұл дұрыс жауап. Бірақ бұл бізде мәтін мазмұнына алшақ сөйлем деген. Бұл мәтін мазмұнындағы сөйлем, сол жерде бұл 3 жауапқа кірмейді. 4. Балапандарына соңғы сынақ жасапты. Бұл да мәтін мазмұнында бар, сол себепті бізде бірінші және екіншісі сөйлемдер мәтін мазмұнынан алшақ сөйлемдер, сонда ондай жауап бізде А-да екіншісі мен үшінші дейді, В жауабында тұр екен, бірінші және 1 мен 2 дейді. С 3 пен 4, Д екінші мен 4 дейді. Сонда жауап В, Келесі сұрақ: мәтіннің соңғы бөлігіндегі қыранның сезінген күйі дейді. Мәтіннің соңғы бөлігі, міне 5-ші бөлік. Кәрі бүркіт соңында ғана көкірек кере терең дем алып, біздің әулет аманатын алға апарар қыран деген атқа лайық бола алар ұрпақ туылғанына көзім енді жетті, деген екен. Яғни бір қуанышты күймен, мына жерде қарасақ, міне кәрі бүркіт сонда ғана көкірек кере терең дем алып дейді. Яғни дегендей бір ризашылық. Яғни мына жерде жауаптарына тоқталатын болсақ, А күйініш дейді. Бұл яғни ешқандай күйінішке жатпайды. В ризашылық дейді. Бізде ол дұрыс жауап. С алаңдаушылық, яғни алаңдамайды. Яғни мен енді ұрпағым жалғастыратын ұрпақ туылды, ұрпақ пайда болды дегендей ризашылық күймен, Д дегбірсіздене дейді. Дегбірсіздік, ол да яғни жауапқа келмейді. Сонда жауап ризашылық, В жауап, Келесі, мәтін мазмұнын жеткізудегі тәсіл. Яғни біз мына мәтінді оқу барысында көз алдымызға қыран бүркіттің балапан шығарып, балапандарын ұясынан алып шығып, яғни бір теңіздің төңірегіне алып келіп, балапандарына сұрақ қою, яғни бір бейнебаян елестейді көз алдымызда. Сонда бұл
А жауабына тоқталатын болсақ, суреттеу. Яғни бұл біздің алдымызда бір сурет, яғни бір бейне пайда болған жоқ. Бұл бізде жауапқа жатпайды. Зерттеу, бұл зерттеу мәтініне жатпайды. Яғни мәтіннің жеткізу тәсіліне бұл зерттеу деген жатпайды. С жауабында ақпарат, бұл барлық мәтін негізі бізге ақпарат береді. Яғни бұл барлық жауапты қамтиды негізі ақпарат деген. Бірақ бұл жерде жеткізу тәсіліне ақпарат жатпайды. Бізде Д жауабында әңгімелеу дейді. Бұл негізі бізде дұрыс жауап. Яғни әңгімелеу, мәтінді жеткізу тәсілі әңгімелеу. Әңгімелеуде бізде мәтінді оқыған кезде көз алдымызға, яғни бір видео сияқты, бір бейне, баян көз алдымызға елестейді. Яғни мынаны оқып отқан кезде көз алдымызға қыран бүркіттің балапандарын теңіздің үстіне алып шығып қалықтап жүрген елестейді, иә? Сонда жауап, дұрыс жауап әңгімелеу екен. Келесі, мәтін мазмұнына лайықты тақырып дейді. А жауабында кәрі қыран дейді. Бұл мәтін мазмұнында бар негізі кәрі қыран, бірақ бұл негізі жатпайды. В қыран балапандары дейді. С қыранның сұрағы дейді. Д соңғы сынақ дейді. Енді біз мына тереңірек ойланатын болсақ, бұл жерде кәрі қыран да жатпайды, қыранның балапандары да жатпайды, қыранның сұрағы ол да жатпайды. Соңғы сынақ, яғни бұл жерде тереңірек ойланатын болсақ, бізде мысал ретінде соңғы сынақ деп, яғни мәтіннің мазмұны тақырыбы соған тоқталады негізі. Соңғы сынақ бізде дұрыс жауап. Келесі, мәтін мазмұнын қорытындылайтын нақыл сөз дейді. Қорытындылайтын нақыл сөз бізде А жауабында өнегелі ұрпағың болса өлмегенің дейді. В жауабында ер қартайса қазаншы болады, бүркіт қартайса тышқаншы болады. Бұл ешқандай бір сәйкес келмейтін сияқты, иә? С жауабында қара құс басып жейді, сұңқар құс шашып жейді. Бұл да яғни бір құсқа арналып кеткен. Мәтінге ешқандай бір қатысы жоқ. В мен С-ның, иә? Д жауабында қаршығалыға қоян кездеспейді, жарықтыға жау жолықпайды. Бұл да ешқандай бір қатысы жоқ сияқты. Сонда бізде дұрыс жауап өнегелі ұрпағың болса өлмеген. Яғни мына қыран бүркіттер риза болып кетеді ғой соңғы үшінші балапанның жауабына, иә? Мен де сіз сияқты ұрпағыма жақсы тәрбие беремін дегендей. Осымен біздің мәтін талдауымыз аяқталды. Сау болыңыздар.